Бірде бір қазақтың ата әжесінде 12 немере болған екен. 12, представляете? Сөйтіп 3 ай каникулда, қазір каникул ғой, 3 ай каникулда 12 немересін атасы мен әжесіне апарып тастайды екен. Сөйтіп не керек, кеш батқанда атасы жатады екен, ортаға 12 немере, ана жақ басына апамыз жатады екен. Сөйтіп бір ай өткеннен кейін атамыз ойлапты, что-то немере деп кемпірімді ұмытып бара жатқан сияқтымын. Кемпірімнің барып маңдайын иіскеп қайтайын деп түнгі сағат 3-те тұрып, бірінші немересін аттап, екіншісін аттап, үшіншісін аттайын деп атса, әжеміз тұрып айтады дейді, әй қақпас қайда кетіп баратсың, жат орныңа. Мына балдар бала емес, бәле құрсын. Ана әке шешесіне басқа бірден айтып барып жүрер, жат орныңа деп. Атамыз задний ходпен қайтадан орнына барып жата қалыпты. 2 ай өткеннен кейін атамыз ойлапты, 3-те тұрғаным ерте болды ма екен, не болса да 4-те тұрып барайыншы деп, таңғы сағат 4-те тұрады, 2 айдан кейін. Бірінші немересін аттайды, екіншісін аттайды, үшіншісін аттайды, апам да ештеңе айтпайды, сағынып атса керек. 4-шісін аттап, 5-шісін аттайын деп атса, апам айтты, жат, қақпас, жат. 2 ай өтті, енді 1 ай қалды. 1 айдан кейін осы үй екеумізге қалады осы. Осы немерелер барда мені іздемейсің, осылар келсе нағып іздеп қаласың осы деп. Атамыз үндемей қайтадан орнына барып жатады. 2 ай 15 күн өткеннен кейін атамыз айтады, ер кезегі 3-ке дейін. Осы жол тұрып барам, осы жолы қайтарса, кемпіріммен немерелер кеткенше даже күндізде сөйлеспеймін дейді. Таңғы сағат 5-те тұрады, уверенно. Біріншісін аттайды, екіншісін аттайды, үшіншісін аттайды, арғарай уже жүгіреді. 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші, 12-ші немересін аттайын деп атса, әжесінің қасында жатқан кішкентай немересі айтады дейді. Әже, ана қақпас тағы келе жатыр деп жаңағы. Сол секілді мына немерелеріңіздің